Төртінші энергия орталығы анахата чакрасы. Бұл біздің жүрегіміздің тұсында махаббатқа жауап беретін. Скорб. Сіздің өміріңізде бір қайғы қасірет болды. Мұң, аза тұту, күйзеліс, күйіну. Есіңізге түсіріңіз, қандай да бір осындай қайғы қасіретте болып кететін болса, немесе жоғалту, айырылу. Бір жақсы көретін адамыңыздан айырылып қалдыңыз, өмірден өтіп кетті. Немесе өміріңізде бір ажырасу болды, айырылысу болды, бір адамдармен, немесе денсаулығыңызды жоғалтып алдыңыз, ауырып қалдыңыз, немесе бір материалдық жағдайлар, ақшадан, кәсіптен, үйден айырылып қалдыңыз, еңбектену, осы жұмыстан айырылып қалдыңыз деген сияқты, Осы кезде сізде күйзеліс болады, қатты, үлкен бір нәрсені жоғалтып алдыңыз. Осы кезде энергия тоқтап қалады да, жүрегіңіздің тұсында сізде бір махаббаттан жолыңыз болмай жүреді, жолыңыз ашылмай жүреді. Сіз бірақ ештеңені жоғалтқан жоқсыз. Сіздің жақсы көретін нәрселеріңіздің бәрі жүрегіңізде тұр. Енді әлемге ашылу арқылы, жаңа махаббаттарға ашылу арқылы сіз жанданасыз. Осылай жұмыс жасаған кезде, психологияда, психосоматикасы осындай жұмыс жасаған кезде, сіз ашылып, жанданып, энергия жақсы жүріп, өмірге деген, әлемге деген ашылатын боласыз. Және йога асаналарын жасау арқылы, Уштрасана йога асанасын жасайтын боламыз. Қазірге жасап көрсетейін. Осы кезде нақты осы жүрегіңіздің тұсына қан бару арқылы энергия өте керемет жақсы жүретін болады. Осылай отырасыз. Тұрып кете алсаңыз, бірден осылай тұрып кетесіз. Осылай отырасыз. Егер де бұлай істей алмайтын болсаңыздар, беліңізді, иілгіштігін арттырыңыз. Осылай беліңіздің иілгіштігін арттырыңыз. Содан кейін беліңізді ұстап тұрыңыз да, кеуде тұсыңызды алға қарай итеріп, бір қолыңызбен түсіңіз, одан кейін екінші қолыңызбен түсіңіз. Алға қарай итеріліп, басыңызды қатты да түсірмеңіз, тік те ұстамаңыз. Осылай 1 минут тұрыңыз. Жүрек